ақылды қоян. Ерте-ертеде ешкі жүні бүрдеде өте бір бай орман болыпты. Бұл орманның аңдары саудамен айналысыпты. Өте алғыр жануарлар осы орманда жиналыпты. Бұл орманның патшасы әрине арыстан болыпты. Олардың саудалары қалай жүзеге асыпты? Аралар алған бал аюларға сатылыпты. Оның құнына ағаш тақтайлар алыныпты. Базардың құнымен сәулетші құндыздарға өткізіліпті. Осылай бір шама уақыт өткен соң саудалар алға баспай, аралар ақшаны асынып, аюлар балды сапасыз көріп, құндыздар алған тақтайларын ұнатпайтын болыпты. Не керек, орман патшасы арыстан ел жұртқа масқара болмайын деп әбден ойланып толғанып отырып ақырына бір ой келіпті. Мен өзі үлкен патшамын. Саудамен айналысып, нем бар? Одан да бір жерге отырып аңдардың тапқан табысының жартысын салық ретінде алып отырайын ба? Айтқаныма көрмегендер қырылып салынып, әй құрсын, енді рахат тыныш өмір сүріп кез келді, депті. Дереу өлкедегі газет теледидарға хабар беріп, барлық газет беттеріне теледидар хабарламалары осы хабарды жариялапты. Патшаның заңына бағынбағандар патшаның алдына келіп жеке есеп беруге мәжбүр болыпты. Сөйтіп, тер төгіп тапқан ақшасының жартысы патшаға тиесілі болыпты. Бұған аңдар не істейтінін білмепті. Бір күні сәбіз саудагері қоянның ақылына бір ой келіпті. Салық төлеуге де ең соңынан ол барыпты. Тіпті арыстан қатты ашуланғаннан кейін қимылдапты. Арыстан ақыр: неге кеш келдің? Дегенде қоян: мырзам, жолда келе жатып орманның жанындағы да бір арыстан көрдім. Бұдан былай салықты соған төлеуді екенбіз. Одан жанымды әрең аман сақтап қалдым, депті. Не деп тұрсың? Білесің бе, қоян? Бұл орманның екі патша бола ма? Біреуі мен оны көрген жеріне алып бар. Көресің, көрсетемін мен оған, депті арыстан. Мырзам, тағы да бір мәселе бар. Әлгі арыстан құтты сіз сияқты күшті, қуатты, ірі денелі. Оның үстіне патшаларына айта бар, маған қарсы шықпасын, депті. Бұл сөздің арыстан ашуланып келіп, қоянды алдына салып отырып, айтқан жеріне келіпті. Сөйтсе, ол жерде бір құдық бар екен. Қоян: әлгі арыстан сарайының есігі осы, депті. Мықты болсаң шық, деп арқырыпты. Құдыққа өте терең болғандықтан арыстанның даусы өзіне жаңғырық болып келіпті. Тағы да құдықтың ішіне үңіліп: арыстан болсаң шық, кім күшті екенін білейік, депті. Тағы да дәл осы дауыс өзіне қайтып естіліпті. Бұған қатты ашуланып тұрған суда өз бейнесі көрген арыстан құдықтың ішіне атылып секіріпті де су бетіне кетіпті. Осылайша залым патша өз жазасын көріпті. Ал қалған аңдар ақылды қоянға алғыстарын білдіріп, сый-сияпат беріпті.